Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен ерекше дәмді әрі жұмсақ болып шығатын, дүкеннен кем түспейтін нанның рецептісімен бөліскім келеді. Барлық қажетті заттар описание бөлімінде жазылып тұр. Ең алдымен бізге таза ыдысқа су құйып, оның үстіне қант салып, кішкене ұн және де ашытқы салып, апара жасап аламыз. Мінеки ашытқымызды салдық, бетін жауып жылы жерге 5-10 минутқа қойып қоямыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай ашытқы жұмыс жасады, яғни беті көпіршік болып көтерілді. Демек, ашытқымыз сапалы болып шықты. Бөлек бір ыдысымызға, үлкендеу ыдысымызға жылы сүтімізді, кішкене шай қасық тұзымызды салып араластырамыз. Оның үстіне бөлек бір ыдыста дайындаған апарымызды саламыз. Және де 100-150 грамм ерітілген сары майымызды салып араластырамыз. Қамырымызды илей бастаймыз. Аз-аздап ұнды салып отырамыз. Ұнды біртіндеп аз-аздап салсаңыз, сонда қамырыңыз қатты болмайды. Міндетті түрде ұнымызды елгезектен өткізіп алған дұрыс. Жұмсақ етіп қамыр илеп, жылы жерге бетін жауып, 40 немесе 1 сағатқа қойып қоямыз. Көтерілген қамырымызды бірнеше бөлікке бөліп, нан жасайтын боламыз. Видеода көрсетілгендей барлығын 5-6 дөңгелек бөлікке бөлдім. Ортасын осылай дөңгелек етіп істедім. Кішкене маймен істеп отырдым. Оның үстіне күнжіт септім. Және де 180 градус пеште 30-35 минут пісіретін боламыз. Сіздер қалаған формада жасасаңыздар болады, күнжіт сеппесеңіздер де болады. Дәмі өте ерекше әрі дүкеннен кем түспейтін, алғаш рет дайындап көргеннен де сәтті болып шығатын нанның рецептісі. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше.